Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Жанат. Бүгін осындай жұмсақ болып шығатын және де томпақ болып пісетін, қалың болып кетпейтін бауырсақ пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші қамыр елейік. Жылы сүтімізді құйып аламыз. Өлшемдердің барлығы видеоның астында көрсетілген. Одан кейін суымызды құйып, қантымызды, тұзымызды салып және ашытқымызды салып, қант ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ұн саламыз. Мен бұл жерде 900 грамм ұн қостым. Әркімнің ұны әртүрлі. Сіздер қамырларыңыз қатты, жұмсақ, қатты, тығыз болып кетпейтіндей ұн салып елеңіздер. Әркімнің үні әртүрлі болады, сондықтан да өз қалауларыңызша жұмсақ қып елеңіздер. Осылай қамырымызды елеп, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп, ашып шығады. Одан кейін қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Мен жарты бөлігін пісірдім, жартысын мұздатқышқа салып қатырып қойдым. Қажет кезде шығарып пісіріп алуға ыңғайлы болу үшін. Осылай екі бөлікке бөліп, қамырымды жайдым. Қамыр қатты жұқа, қатты қалың болып кетпеу керек. Орташа қалыңдықта жаямыз және мен домалақтап кестім. Сіздер өз қалауларыңызбен 4-бұрышты қылып кессеңіздер де болады. Қонаққа домалақ қылып кескен әдемі көрінеді. Осылай мен стаканмен кесіп алдым. Сіздердің арнайы кескіштеріңіз болса, сонымен кесіп алсаңыздар ыңғайлы болады. Қалған қамырды тағы да суалап қойдым. Оны бөлек қайтадан жайып кесіп аламыз. Осылай майымызды қыздырып, бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып тұрып пісіріп алдым. Шанышқының көмегімен екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтар осылай томпақ болып пісіп шығады және ортасы толықтай піседі. Қызартып пісіріп алсаңыздар. Бізде осындай бауырсақтар дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосып, каналыма тіркелсеңіздер деймін. Ас болсын!